Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін өте керемет болып шығатын, дәмі тіл елетін торттың рецептісімен бөлісейін деп жатырмын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап кетіңіздер. Ал бастайық. Ең әуелі бізге құрамына керекті заттар осындай: рыбка печеньесі, қаймақ, вареная сгущенка, банан және де жаңғақ қажет болады екен. Ең әуелі жұмысымызды осылай қаймақты аламыз да, оның жартысын, бірақ барлығын емес, азғантай ғана қалдырып, осылай жартысын салып аламыз. Оның үстінен осылай өте қоюлатылған вареная сгущенканы саламыз. Екеуін салып алдық. Осылай мен бір дана бананды қосқан болатын. Осылай сыртын ашып аламыз да, дәл видеодағыдай етіп, майдалап, төрт бұрышты етіп турап аласыздар. Екінші бөліктерінде осылай барлығын төрт бұрышты етіп, майдалап турап аламыз да, дайын болған туралған бананымызды ыдысымызға жайғастырып алатын боламыз. Міне бізде осындай рыбка печеньесі. Осының жарты бөлігін қосып аламыз да, негізі аз-аздан қосып араластырып тұратын боламыз. Қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде видеода өздеріңіз көріп тұрсыздар. Дәл осындай болып шығады. Егер де кремі көптеу болса, осылай азырақ етіп, тағы да рыбка печеньесін қосып жіберетін боласыздар. Негізі егер де кремге тікелей байланысты кішкене қаймақтарыңыз көптеу болып қалса, осылай печеньені аз-аздан қосып жіберсе болады. Ол ештеңе етпейді. Себебі жаңағы печеньеміз біздің өзінің бойына сіңіріп алатын болады. Қаймақ пен вареная сгущенка. Осылай қасықтың көмегімен барлығын біркелкі етіп, барлық жеріне тигізіп, араластырып алатын боласыздар. Жақсы араласқаны өте маңызды. Осылай қалыптарыңыз дайын болса, дайын қалыптың ішіне жаңағы дайын болған тортымыздың тестасын барлығын салып алатын боламыз. Барлығын саламыз да, осылай өздеріңізде дайын қалып болса өте жақсы болады. Осылай қасықтың көмегімен барлығын біркелкі етіп, жайып шығатын боламыз. Міне менде барлығын салып алдым. Жаңағы торттың тестасын осылай қасықтың көмегімен барлығын біркелкі етіп, жайып шықтым. Видеода толық қарап шықсаңыздар болады, сіздерге анық көрсетілген. Менде үйдегі осындай жаңғақ бар болатын, яғни ол сәндік үшін және де дәмін күшті болып шығу үшін әсемдік беретін ретінде осындай жаңғақты қолданған болатынмын. Осындай жаңғақтың азғантай бөлігін торттың бетіне қойып шығатын боламыз. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Басқа да үйдегі жаңғақ түрлерін қолдансаңыздар болады, керемет болып шығады. Міне менде осындай болып шықты. Бұны тоңазытқышқа түнде жасап қойсаңыздар, таңертеңге дейін, немесе күнді жасасаңыздар 5-6 сағатқа қойып шықсаңыздар болады. Міне тоңазытқышта тұрды, менде дәл осылай болып шықты. Барлығы бір-біріне сіңген. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арасын қазір көрсететін боламын сіздерге. Міне бізде осылай болып шықты арасы. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, табада піспейді. Оңай, ешқандай газды да, духовканы да қажет етпейтін тортымыз. Ал қазір біздің балаларымыздың реакциясын көріңіздер. Қалай екен дәмі? Зор екен. Күшті ме екен? Иә. Ұнады ма? Осылай жасасақ бола ма екен? Иә.